Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Сіздермен бірге Кітаппен дос жобасының ай сайынғы библиохабар айдары. 2024 жылдың мамыр айына арналған іс-шаралар жоспары. Мамырдың 2-сі сағат 11:00-де Тифло Тайм Қазақстан бойынша саяхат. Мамырдың 3-ші сағат 11:00-де Еркін елдің ұланымыз патриоттық сағаты. Мамырдың 4-і сағат 2:00-де Жырлаймыз ұлы жеңісті мерекелік концерт. Ел ұмытпайтын ерлік кітап көрмесі болады. Мамырдың 10-і сағат 11:00-де Нұр Сәуле кинотерапиясында Тифло түсініктеме фильмді көрсету. Мамырдың 14-і сағат 11:00-де Марғұлан мұнарасы тарихи сағаты. Археолог ғалым Әлкей Марғұланның туғанына 120 жыл. Мамырдың 16-сы сағат 12:00-де павлодарлықтар Ұлы Отан соғысының қаһармандары әңгіме сұхбат. Мамырдың 22-сі сағат 15:00-де қазақ өлеңінің бозторғайы әдеби сағаты. Сатирик, ақын, публицист, қоғам қайраткері Сәбит Дөнентаевтың туғанына 125 жыл. Мамырдың 23-ші сағат 15:00-де ойлантап үстел үстіндегі ойыны. Мамырдың 25-сі сағат 11:00-де алтын оймақ үйірмесі. Мамырдың 25-сі 15:30-да шамшырақ радио хабары. Мамырдың 29-сы сағат 15:00-де Алиса в стране чудес тактильді ойын. Мамырдың 30-ы 11:00-де ұмытылмас тағдырлар естелік кеші. Мамырдың 31-і 11:00-де библиохабар маусым айында өтетін іс-шаралар анонсы. Құрметті тыңдаушылар, осымен біздің эфиріміз аяқталды. Бізбен бірге бос уақыттарыңызды жоспарласаңыздар болады. Сіздерді Амангелді көшесі 17/1 мекен-жайы бойынша арнайы облыстық кітапханасында күтеміз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.